Асық ойыны қазақ халқының ұлттық ойындарының бірі. Ергенде түскен қалпына қарай асық алшы, тәйке, бүк, шік деп, ал атуға арнап арнайы қорғасын құйылып жасалғаны сақа, жақсылары оңқы аталады. Асықты түрлі түске қалай бояуға болады? Ол үшін матаға немесе тағамға арналған бояу, ыстық су, сірке суы және ыдыс қажет. Алдымен шыны ыдысқа бояуды қасықтың ұшымен салып, үстіне қайнаған су құйып, 2 ас қасық сірке суын қосып араластырамыз. Асықтарды осы ерітіндіге 2-6 минут салып, кейін бояудан алып қағазға қойып кептіреміз. Асық басқа асықтардан ерекшеленіп тұру мен салмақты болу үшін қорғасын құйылған. Қорғасын құю тәсілдері де әртүрлі. Омпы жағынан не тәйкесін, не алшы жағын үңкіп құю. Қорғасын құю үшін қорғасын, металл ыдыс, жылу көзі, ыстыққа төзімді қолғап және әрине асық қажет. Қорғасын құятын жерін тесіп үңгілеп дайындап, тегіс немесе ыдысқа құм салып асықты батырып, қорғасын құятын бөлігін шығарып қою керек. Балқытылған қорғасынды сол ойыққа құяды. Осылайша сақа асық дайын болады. Асық ойынның 100-ге тарта түрі бар. Ойыншылардың бүгінгі ойыны 5 табан ойыны. Ойын алаңын дайындап болған соң ойыншылар 2-ге бөлініп сақаларын иіріп ату кезегін анықтап алады. Асығы алшы түскен ойыншы ойынды бірінші болып бастайды. Егер асықты 3 үйірген кезде алшы немесе тәйке түспеген жағдайда бүк, шік реті бойынша басымдық беріледі. Ойын басталды. Көмбеге, яғни ортаға 15 асық тігіледі. Ойыншы асықты көлденең ұстап, белгіленген сызықтан аспай атуы шарт. Аяқты көтеріп атуға рұқсат етіледі. Ойын алаңы 4 метрлік шеңбер, ату сызығы 5 метрлік жерден атады. 5 табан шартына сәйкес ойыншы ойынды асықты шеңбер сыртына шығарған жағдайда шеңбер сызығынан жалғастыра алады. Ойыншы асығы шеңбер ішінде қалып қойған жағдайда екінші мүмкіндігін шеңбер сыртынан жалғастырады. Ойыншы асықты тағы бір атып, шеңбер сыртына шығаруы қажет. Берілген уақыт ішінде ең көп асық жинаған немесе 15 асықтың 8 асығын бірінші болып шеңбер сыртына қағып шығарған ойыншы жеңімпаз болып есептеледі. Қазақ ұғымында асық тек балалардың ойын құралы ғана емес, өзіндік қасиеті бар мағыналы бұйым. Асық ұлттық болмысымыздың айшығы.